Кейбір облыстарда әйелдің жаңа бірінші түннен қалған нәрсесін бүйтіп іліп қояды екен, бүйтіп міне құтты болсын осындай деп үстіне плов пісіріп. Бұл ақымақтық болады, айналайын. Бұл еще аңдайтын жеңгелер бар, әпкелер бар. Ол ақымақтық плюс жындылық, үшінші надандық болады. Ол қыз пәк бола ма, пәк болмай ма, сенің чатағың қанша? Сенің чатағың қанша? Саған керегі не оны? Сен өзің күйеуге шығасың ба, шықпай, ана қыздарға қатысты. Қайын сіңірлерге. Кейбір облыстарда әйелдің жаңа бірінші түннен қалған нәрсесін бүйтіп іліп қояды екен, бүйтіп міне құтты болсын осындай деп үстіне плов пісіріп. Бұл ақымақтық болады, айналайын. Бұл еще аңдайтын жеңгелер бар, әпкелер бар. Ол ақымақтық плюс жындылық, үшінші надандық болады. Ол қыз пәк бола ма, пәк болмай ма, сенің чатағың қанша? Сенің чатағың қанша? Саған керегі не оны? Сен өзің күйеуге шығасың ба, шықпай, ана қыздарға қатысты. Қайын сіңірлерге. Аллах өзі біледі. Біреудің абыройын төкпеңіздер. Сіздің айберіңіз төгіліп қалмасын қияметтің күнінде. Абыройың сондай болып ашылады. Құдай білсін. Ана Аллах Тағаланың 99 есімдерінің ішінде Саттар деген есім бар. Саттар деген. Ол жасырушы деген сөз. Ман сатара ахаху сатарахуллаху яумал қияматан. Бір мұсылманның